Қайырлы күн достар, әріптестер, сіздермен бірге бүгін мен Мақсат Тілеухан Анталия қаласынан Луна Бланка деген кереметтей 5 жұлдызды отельден сіздерге сәлем. Бүгін мен денсаулық жайында сөйлескелі тұр. Неге денсаулық тақырыбын таңдадым? Өйткені мен қазіргі таңдағы жасым 23-те, және кеше осы отельде жүрген кезде мен кездейсоқ массаж аласыз ба деді маған. Мақұл, неге массаж ала салмасқа деген ой келді. Массаж алдым, массаждан кейін маған шығып айтады: Мақсат, сіздің екі мойныңыздың екі жағы бірдей емес дейді. Бірінші нәрсе, сіздің трапециевидный бұлшықеттеріңізде тремор бар дейді, яғни қатайған. Сосын омыртқаңыздың жанындағы бұлшықеттер қатайған. Соны емдеу керек, оған дұрыстап массаж жасау керек. Бұл денсаулыққа ертең өте үлкен зиянын алып келеді дейді. Мен тұрамын шоқпын. Мен өзім массаж жасаймын. Күнделікті жаттығу жасаймын таңертеңгі, дұрыс тамақтанамын, дұрыс қозғаламын, мен жүгіремін мысалға. Соған қарамастан менде сондай жағдайлар бар денсаулық бойынша. Мен ойладым, сонда 40-тағы, 50-дегі, 60-тағы адамдардың денсаулығында қаншалықты қиындық бар. Тұрында келесі күн тұрында массаж ала салдым. Одан кейін маған белгілі бір жасайтын алгоритмдер айтты. Күнделікті бассейнға түсу керек, жаттығудың дұрыстап жасау керек деген сияқты бір-екі нәрселер айтты. Енді мен не жеткізгім келіп тұр? Массажға ақша құртуды дұрыс емес деп ойлайды. Жалпы денсаулыққа адамдар ақша құртуға тырыспайды. Яғни адамдар не істейді? Ауырғанға дейін өздерін сақтандыруды ойламайды да, ауырғаннан кейін барып емделуге, бірақ ақша құртуға ойланбайды. Бұл нәрсені бизнеспен де салыстыруға болады. Мысалға қарасақ, ақшаны бар кезінде көп адамдар ары қарай одан сайын көбейтуге тырыспайды да, бірақ ақша жоқ кезде ақша тауып бастайды. Денсаулықта сору сондай. Егер біз қазір денсаулығымызды сау кезімізде алдын алып дұрыстап емдейтін болатын болсақ, денсаулығымызды сол кезде бізде денсаулығымыз әрдайым мықты болады. Ал егер біз қазірден бастап денсаулығымызды күтпейтін болатын болсақ, ары қарай өмірде бәрі денсаулық болмаса көптеген нәрселерге қиындықтар алып келеді. Сол себепті жеткізгім келіп тұрған ой қандай? Денсаулықтарыңыз үшін ақшаны аямаңыздар, саяхаттаңыздар, демалыңыздар, және көп ақша табыңыздар. Кейбір адамдар айтады, ақша дегеніміз ол дұрыс емес, жаман нәрсе дейді. Ақша деген жаман нәрсе емес. Ақша деген нәрсе өте керемет нәрсе. Ақшаң болмаса қиын болады. Сол үшін дұрыстап ақша табыңыздар. Ақша тапқаннан кейін оны дұрыс жаққа жаратыңыздар, денсаулықтарыңызға жаратыңыздар. Ақшаң болмаса, мысалы 5 жұлдызды отельдесің бе, қайда, Дубайға барғың келе ме, Балиға барғың келе ме, Турцияға барғың келе ме, Анталияда демалғың келе ме, миллионермен жүргің келе ме, қандай қалаған машинаңды аласың, қалаған жерге барып денсаулығыңды жөндей аласың, кереметтей киімдер ала аласың, яғни ақшаң болмаса барлық нәрсені жасай аласың. Ақша болмаса бізде стресс болады, ол біздің денсаулыққа тағы да зиян келтіреді. Сол себепті үлкен ақша тауып, табыс тауып, денсаулықтарыңызға дұрыс көңіл беруді шын жүректен тілеймін. Өйткені менің есімде осыдан 4 ай бұрын мен мойным ауырған, 2 ай ма 3 ай бойы ауырған. Мен өзіме самомассаж жасаудың арқасында алып тастадым. Бірақ сонда да последствиясы қалған, яғни зардабы қалыпты. Мен 23 жастамын. Мен жаспын. Менде сондай проблема. Ал менен үлкен жастағы адамдарда қандай проблемалар бар екенін білемін. Сол себепті қазірден бастап денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Денсаулық болмай бизнес жасау, өмірді бақытты өмір сүру кішкене менің ойымша қиын болады. Сіздермен бірге болған бүгін мен Мақсат Тілеухан, жетістік алаңында кездескенше сау саламат болыңыздар.